Көріп отырғандарымыздай, бізде қандай да бір доп бар болсын, және де біз осы допты тік жоғары қарай түзу сызықты қозғалыс жасайды деп қарастырайық. Және де осы доптың осындай қозғалысы кезінде импульс моменті бар болуы мүмкін. Бірақ сіздер бұл жерде доп түзу сызықты қозғалыс жасайды деп айтылғандықтан, оның импульс моменті бар болуы мүмкін емес қой деп ойлауларыңыз мүмкін. Өйткені мендегі бұл доп қозғалыс барысында ол айналмайды, ол жай ғана түзу сызықты қозғалыс жасайды. Олай болса, онда осы доп айналмаса да, ол импульс моментіне ие болуы мүмкін ба деген сұрақ туындайды. Бұл жерде менің айтпағым, осы доп импульс моментіне ие болуы міндетті емес. Тіпті осы жағдайда көрсетілген доптың импульс моменті жоқ болуы да мүмкін. Енді мен сіздерді шатастырып алмас үшін осы жағдайды түсіндіріп көрейін. Біріншіден, осы түзу сызықты қозғалыс жасайтын доптың импульс моменті бар бола ма деген сұраққа жауап іздейік. Бұл сұраққа жауап ретінде мен айтар едім, осы доптың түзу сызықты қозғалыс жасау барысындағы импульс моменті салыстырмалы түрде қандай өске байланысты бар болады. Яғни осылайша бұл сұраққа жауап берместен бұрын біз алдымен айналу өсінің қай жерде екендігін көрсетіп алу маңызды екен. Көріп отырғандарымыздай, бұл жердегі менің айтып кеткен өс деп отырғанымыз ол қандай да бір нүктені білдіреді, және де денеміз осы нүктенің айналасында айналып қозғалыс жасау керек. Олай болса, осы жағдайдағы біздің денеміз түзу сызықты қозғалыс жасау барысында осы көрсетілген өске қатысты импульс моменті бар бола ма? Яғни бізде сұрақ осылай қойылу керек. Ал егер біз айналу өсін көрсетпей-ақ, қандай да бір дененің қозғалысы барысында оның импульс моменті бар бола ма деп сұрасақ, ондай сұрақ бізде дұрыс болып табылмайды екен. Олай болса, өс бар болған жағдайда денеміз импульс моментіне қандай жағдайда ие болады екен, соны қарастырып көрейік. Бұл жерде бізді шатастыратыны, осы жердегі денеміз түзу сызықты қозғалыс жасайды, бірақ ол айналмайтын болғандықтан, көп адамдар осы жерде импульс моменті жоқ болады деп ойлап қалу мүмкін. Бұны түсіндіру үшін біз қандай да бір таяқшаның айналмалы қозғалысын қарастырайық. Бұл жерде біз осы таяқшаның тік төбесінен қарап тұрған жағдай деп елестетейік. Және де айтып кеткенде осы таяқшамыз өз өсінің бойынан айналмалы қозғалысқа келеді. Нақтырақ айтсақ, осы таяқша қандай да бір үстелдің үстінде орналасқан болсын, және де біз оның тік төбесінен қарап тұрған кездегі көрінісі деп қарастырып жатырмыз. Енді біз айтқанбыз, осы жағдайдағы біздің добымыз түзу сызықты қозғалыс жасайды, және де ол өзінің қозғалысы барысында тік жоғары қозғала отырып, осы таяқшаның ең ұшына соғылады деп есептейік. Енді соқтығыс болғаннан кейін осы таяқшада қандай құбылыс орын алады? Ол әрине осы доптың соғылуы әсерінен біздің таяқшамыз айналмалы қозғалысқа келе бастайды. Енді бұл жерде бізде тағы бір сұрақ. Бастап кезде тыныштықта тұрған таяқша импульс моментіне ие болмайды ма? Әрине бұл жерде бастап кезде таяқша тыныштықта тұрған сәтте оның ешқандай да импульс моменті болмайды. Ол импульс моментіне ие болады, тек қана біздегі доп оны соға отырып, ол қозғалысқа келгеннен кейін. Онда бізде келесідей тағы да бір заңды сұрақ туындайды. Бастабында бұның импульс моменті болған жоқ, ол таяқша импульс моментін қайдан алады? Енді бұл жерде біздің таяқшамыз тек қана доппен ғана әсерлесіп тұрғандықтан, әрине ол өзіне қажетті импульс моментін осы доптан алады екен. Яғни ол басқа ешқандай да денеден импульс моментін алу мүмкін емес. Енді біз импульс моментінің сақталу заңынан білетініміздей, импульс моменті бұл өзінен өзі пайда болмайды, ол денемізге басқа бір объектіден берілген болып табылады. Яғни ол импульс моменті жоқтан өзінен өзі пайда болу мүмкін емес. Енді бұдан келіп шығатын қорытынды, біздің осы бастапқы жағдайдағы добымыз ол айналмаса да түзу сызықты қозғалыс жасай отырып, өзінде бар импульс моментін осы таяқшаға соқтығысу арқылы көріп отырған таяқшаға импульс моментін береді екен. Сондықтан да осы жағдайдағы айналу өсінің қай жерде орналасуы осы дененің импульс моментінің пайда болуына тікелей әсер етеді. Ал егер мен осы
таяқшаны айналу өсімен бірге қозғалысқа келтіре отырып, осы таяқшаның айналу өсін доптың тура алдына алып келіп қоятын болсам, осындай жағдайда біздің добымыз ол түзу сызықты қозғалыс жасай отырып, осы таяқшаның айналу өсіне келіп соғылатын болса, онда осы таяқша бұл соғылыстың әсерінен айналмайды. Яғни бұл жерде таяқша айналмаса, онда оның импульс моменті де болмайды деген сөз. Бұдан келіп шығатын қорытынды, осы жердегі айналу өсінің қай жерде орналасуы дененің импульс моментінің қаншалықты болатындығына әсер етеді екен. Яғни осы жердегі таяқшаның айналу өсі доптан қаншалықты алыс орналасқан сайын, осы жердегі таяқшаның алатын импульс моменті де сәйкесінше көбірек болады екен. Бұл деп отырғанымыз, осы жердегі доп егер таяқшаның ең шеткі нүктесінен, яғни ең ұшынан барып соғатын болса, онда таяқшамыз көбірек импульс моментіне ие болады, яғни ол тезірек айнала бастайды. Өйткені осы жағдайдағы доптың тарапынан осы денені айналдыру үшін түсірілетін күш моментінің ара қашықтығы бізде алысырақ болады. Енді біз осы жағдайдағы дененің импульс моментін нақты қалай есептей аламыз? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Олай болса, осы жердегі доптың қандай да бір v жылдамдығы бар болсын, және осы доптың массасын біз m деп көрсетейік, және сонымен бірге айналу өсінен денеге дейінгі ара қашықтықты мен көрсетейін. Бұл ара қашықтықты біз кішкентай r әрпімен белгілейік. Енді біз осы доп үшін импульс моментін жазып көрейік. Біз білетініміздей импульс моментін біз үлкен L әрпімен белгілейміз. Осы L бізде тең болады дененің массасы көбейтілген оның жылдамдығы. Егер де біз формуланы дәл осылай қалдыратын болсақ, масса менен жылдамдықтың көбейтіндісі бізде ол импульсті береді. Ал біз импульс моментін алу үшін осы жерге тағы да радиусты көбейтеміз. Бұл жердегі R деп отырғанымыз қарластырып отырған айналу өсіменен денеге дейінгі ара қашықтықты білдіретін шама екен. Енді біздің формуламыз тек осымен ғана шектелмейді. Осы жағдайда біз жылдамдық пен радиус арасындағы синус бұрышында көрсетуіміз керек. Яғни ол бұрыш бізде осы жерде орналасқан, яғни оны біз тета деп көрсетеміз. Яғни мен ары қарай тағы да осыны синус тета бұрышына да көбейтуім керек екен. Енді бұл жерде сіздер айтуларыңыз мүмкін, осы жердегі жылдамдық пен радиус арасындағы синус тета бұрышы осы көрсетілген бұрыш болмау керек. Біздегі r ара қашықтықтың векторы бұл төмен қарай бағытталғандықтан, яғни біз осы ара қашықтықты әрі қарай созатын болсақ, осы жағдайдағы синус тета бұрышы бұл осы жерде орналасу керек деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ біз бұл жерде синус бұрышын қарастырып жатқандықтан, біз осы көрсетілген тета бұрышын алсақ та, немесе бастапқыда жазған тета бұрышын алсақ та, осы екі бұрыштың мәні синуста екеуі де бірдей болады екен. Яғни бұл бұрыштар бір-бірін толықтырады. Сондықтан да мен осы жердегі бастапқыда көрсеткен синус тета бұрышын алып есептей берсем де, менде дұрыс болып табылады. Енді біздегі бұл формула сәл күрделі болып тұр, өйткені мен осы жердегі синус тета бұрышының нақты қанша градусқа тең екендігін анықтау қиынырақ. Енді мен бұл жағдайдан шығу үшін осы айналу өсінен бастап доп орналасқан жерге дейін түзу жүргіземін, және де бұл түзуді тағы да төмен қарай сыза отырып осы жермен қосатын болсам, менде қандай да бір тік бұрышты үшбұрыш тәрізді дене пайда болды. Осы жердегі мен бұл ара қашықтықты үлкен R деп белгілейін. Енді осы жерден біз білетініміздей синус тета бұрышы тең болатын еді қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына. Енді ашып жазар болсақ, осы тета бұрышына қарсы жатқан катет деп отырғанымыз бұл үлкен R-ға тең. Яғни үлкен R бөлінген болады. Ал гипотенузаның орнында бізде кішкентай R тұр, сондықтан кішкентай R-ға бөледі екенбіз. Енді теңдіктің екі жағында кішкентай R-ға көбейтіп жіберетін болсақ, бізде R синус тета тең болады үлкен R-ға деген шығып тұр.
Яғни бұл жердегі әр ара қашықтық деп отырғанымыз осы доптың айналу осіне ең жақын болатын ара қашықтығы болып табылады екен. Яғни бұл жердегі біздің добымыз осы жерге жеткен кезде ол оське жақын болады, одан кейін ол ары қарай тағы да v жылдамдығымен алыстап қозғалыс жасай бастайды. Енді есебімізге оралар болсақ, осы жағдайдағы біздегі синус тета бұрышының қанша градусқа тең екендігі біз үшін маңызды болмай қалды, өйткені мен әр синус тетаның орнына үлкен r-ді қойып алмастыра саламын. Яғни жазар болсақ, үлкен L бізде тең болады екен m v, айтып кеткенде осы жердегі r синус тетаның орнына біз үлкен r-ді қоямыз. Және де бұл жердегі r деп отырғанымыз оське ең жақын орналасқан ара қашықтықты білдіреді екен. Енді осындай жағдайларда r көбейтілген синус тета бізде әрдайым үлкен r-ға тең болады. Яғни бізде осындай жағдайлар келетін болса, осындай жағдайдағы дененің импульсін біз әрдайым L тең mv(r) формуласымен таба аламыз. Енді біз келесідей бір мысалды қарастырып көрейік. Енді көріп отырғанымыздай, біздегі доптың массасы 5 кг, және де ол 8 метр секунд жылдамдықпен қозғала отырып, таяқшаның шетіне барып соғылады. Осы кезде массасы 10 кг болатын және де ұзындығы 4 метр болатын таяқша, осы доптың соғуы әсерінен ол айналмалы қозғалыс жасай бастайды екен. Бұл жерде біз осы таяқшаның тығыздығы барлық жерде бірдей, яғни массасы біркелкі таралған деп қарастырып жатырмыз. Енді біз осы жағдайдағы доп таяқшаны соққан сәтте ол тоқтайды деп қарастырайық. Бұл деп отырғанымыз осы доптың толық импульсі осы таяқшаға беріледі да, таяқша әрі қарай сол импульспен айналмалы қозғалыс жасай бастайды. Енді осы жағдайды біз әрі қарай қалай жалғастырамыз? Ол үшін әрине біз ең алдымен импульс моментінің сақталу заңын жазамыз. Импульс моментінің сақталу заңына сәйкес денелердің бастапқы кездегі импульс моменттері тең болады денелердің соңғы импульс моменттеріне. Енді бұл жерде біз күш моментін нөлге тең деп қарастырамыз. Енді осы дене үшін күш моментін жазар болсақ, ол бізде m тең болады r көбейтілген f және де синус тета бұрышына да көбейтіледі екен. Енді бұл жердегі r деп отырғанымыз айналу осіменен оған түсірілген күшке дейінгі арақашықтықты білдіреді. Яғни, егер осы r нөлге тең болса, онда күш моменті болмайды. Бұл деп отырғанымыз, яғни біз осы таяқшаны және де допты біз бір жүйе деп қарастыратын болсақ, осы жүйеге сырттан ешқандай да күш моменті әсер етпейді. Олай болса, онда осы жағдайдағы денеміздің импульс моменті бізде тұрақты болып қалады екен. Енді біз есебімізге оралар болсақ, бастап кездегі импульс моменті деп отырғанымыз бұл доптың импульс моменті, ал доптың импульс моменті бізде анықталады. Доптың массасы көбейтілген оның жылдамдығы және де көбейтілген үлкен r-ға. Осы жердегі үлкен r деп отырғанымыз бұл айналу осімен допқа дейінгі ең жақын ара қашықтық болғандықтан, ол ара қашықтық ретінде біз осы таяқшаның ұзындығын аламыз, яғни ол 4 метрге тең. Яғни бұл біздегі дененің бастапқы кездегі импульс моменті болды. Енді осы бізде тең болады екен дененің соңғы импульс моментіне. Енді соңғы импульс моменті деп отырғанымыз, осы доп бізде қозғалыс жасай отырып, таяқшаға соғылып тоқтайды. Осы кезде доптың импульсі толықтай таяқшаға беріледі да, таяқша әрі қарай осы соңғы импульс моментімен қозғала бастайды. Ал таяқшаның соңғы импульс моменті біз білетініміздей ол I көбейтілген омега арқылы анықталынады. Енді бұл жерде біз анықтауымыз керек, осы соқтығыс болғаннан кейінгі таяқшамыз қандай бұрыштық жылдамдықпен айнала бастады, яғни біз омеганы табуымыз керек. Енді біз осы жерде дененің массасын білеміз, ол 5 кг, жылдамдығын да білеміз, ол 8 метр секунд, r ұзындық бұл 4 метрге тең. Енді осы жағдайдағы дененің инерция моменті неге тең, соны жазып алайық. Енді біз mvr-ді қайталап қоятын болсақ, әрі қарай инерция моментінің орнына осы жағдайдағы таяқшаның инерция моментін қоямыз. Ал таяқшаның инерция моменті бізде 3-тен 1 ml квадрат, бірақ біздегі
L және де R екеуі бірдей ұзындықты білдіретін болғандықтан мен L-дің орнына R да жаза берсем болады, яғни 3-тен 1 mr квадрат көбейтілген бізде бұрыштық жылдамдық болады екен. Әрі қарай біз осы өрнектен бұрыштық жылдамдықты табар болсақ, оны мен осы жерге жазайын, яғни омега бізде тең болады бөлшек сызықтың үстінде бізде масса, жылдамдық және радиус бар. Ал бөлшектің астына 3-тен 1 mr квадрат өзі жазылады, яғни 3-тен 1 mr квадрат. Осы жерден біз радиус пенен радиустың квадраты қысқарып кететіндігін көріп отырмыз. Енді әрі қарай біз сан мәндерін қойып жазар болсақ, біздегі бұрыштық жылдамдық тең болады екен. Масса бізде 5 килограммға тең. Ал жылдамдық, бұл доптың жылдамдығы, яғни ол 8 метр секундқа тең. Бөлінген 3-тен 1. Масса, бұл жерде біз енді таяқшаның массасын аламыз, ол 10 килограмм. Ал әр ара қашықтық бізде 4 метрға тең. Енді осыларды біз ары қарай есептер болсақ, бізде бұрыштық жылдамдық жуықтап алғанда 3 радиан бөлінген секунд шығады екен. Яғни бұл жердегі 3 радиан бөлінген секунд деп отырғанымыз, доп осы жағдайдағы таяқшаға соғылғаннан кейінгі осы таяқшаның айналмалы қозғалыс жасау кезіндегі бұрыштық жылдамдығын білдіреді екен. Енді біз келесідей бір жағдайды қарастырайық. Біздің добымыз осы таяқшаға соғылғаннан кейін ол тоқтап қалмай, кері қарай тағы да қозғалатын болса, және де оның кері қарай қозғалу жылдамдығы 2 метр секундқа тең болса, осындай жағдай үшін біз қалай қарастырамыз? Бұл жерде біздегі айырмашылығы дененің соңғы импульс моменті бұл жай ғана таяқшаның импульс моментінен ғана құралмайды. Осындай жағдайда таяқшаның импульс моментіне біз тағы да доптың кері қайтқан жағдайдағы импульс моментінде кіргізуіміз керек екен. Яғни мен онда жазамын, осы жердегі таяқшаның импульс моменті қосылған доптың қайтқан кездегі импульс моменті, ол бізде mvr-ді білдіреді. Яғни доптың массасы көбейтілген жылдамдығы және де радиусы болады. Бірақ бұл жерде біздің бір ескеруіміз керек зат. Денеміз бірінші соғылар кезде, ол кездегі дененің импульс моментінің бағыты бізде осы көрсетілген бағытта болады. Ал денеміз кері қарай қайтқан кезде осы жағдайдағы импульс моменті бізде ол керісінше бағытта болады. Яғни сондықтан да біз осы жағдайдағы импульс моментін жай ғана қоспаймыз, жылдамдығының бағытын ескеруіміз керек болады. Дәлірек айтатын болсақ, бізде 2 метр секунд жылдамдықпен ол кері қарай қайтатындықтан мен осы жерге көбейтемін -2 метр секундты. Және көбейтілген 4 метр ұзындық бұл өзі жазылады. Осылайша әрі қарай мен есептеулерді жалғастыруым керек. Яғни бұл жердегі 2 метр секунд алдында тұрған минус таңбасы, бұның алдында тұрған плюс таңбасы минусқа айналдырады да. Яғни біздегі осы теріс таңбамен алынған осы мүше, бастап кездегі осы импульс моментін беретін мүшеге қарама қарсы болып табылады екен бағыты жағынан. Яғни осы жердегі I омегадан осы соңғы импульс моменті бізде алынып тасталынады екен. Енді біз бүгінгі сабақта қорытындылайтын болсақ, біздегі доп айналмай ол түзу сызықты қозғалыс жасаған жағдайда да ол импульс моментіне ие болады екен. Және де біз осындай доптың импульс моментін біз mvr синус тета формуласымен анықтай алады екенбіз. Бұл жердегі r деп отырғанымыз айналу өсіменен денеге дейінгі ара қашықтықты білдіретін болса, синус тета жылдамдық пен радиус арасындағы бұрышты білдіреді. Ал r көбейтілген синус тетаның үлкен r мен өрнектелетіндігін ескеретін болсақ, онда осы жағдайдағы дененің импульс моментін біз жай ғана L тең болады mv көбейтілген үлкен r арқылы да анықтап тапсақ болады екен. Енді бұл жердегі үлкен r деп отырғанымыз айналу өсіменен топтың орналасатын ең жақын ара қашықтығын білдіреді екен.